Винсент Кеймер, Джеффри Шонг, Грант Суис. C4, E6, AC3, D5, D4, Вәзір гамбиті. C5, бұл енді Зигберт Таррыш варианты. CD, ED, ATF3, AC6, G3, Акиба Кивелевич Рубинштейннің варианты. ATF6, A3, алдық, піл C5 және піл E3. Бұл енді ағылшын пілі деп аталады. Піл B6, піл G2, рокировка және тура E8. Тура E8 басты әрекет қазіргі таңда ат G4 деген әртүрлі амалдар жасағыз кеп тұр. H3, мына торды бақылауға аламыз және тура E3. Бұл Тигран Вартанович Петросянның сүйікті тәсілдерінің бірі. Бірақ мынандай Винсент Кеймер сияқты шахматшылар үшін бұларды жай осындай іс-әрекетпен ұту мүмкін емес. Алдық. Вәзір D6, мына сарбазға шабуыл жасады. Тура F3, піл D7, патша H2, тағы да қосымша қорғаймыз. Ат негізгі орталыққа келді және тура F4. Тура F4, ештеңеден қорықпаймыз, тек қана алға. Тура E8, вәзір F1, қазіргі таңда өзіміз тура F6, соңген ат D5 деген әрекет жасағымыз кеп тұр. Ат H5 және ат негізгі орталықтағы сарбазды алды. Алдық, піл D8 және тура D1. Болашақта осы аттардың жағдайы ыңғайсыз болуы мүмкін, о бастан соларды қорғаймыз. Вәзір G6, ат F3, алдық. Тамаша, біздің сарбаздарымыздың қатары бұзылып қалып еді, енді бәрі ретке келді. Алдық, вәзір A4. Бұл жерде бұлай алуға болмайды, ол түсінікті. Бұлай алатын болсаңыздар, онда вәзір C2, мына патшаға шабуыл жасайды және мына тураны ап кетеді. Вәзір A4. Біріншіден мынаны қорғаймыз, екіншіден мына тураға шабуыл жасаймыз. Вәзір C6, алдық, және піл B6 және E4. Сонымен 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерде 1, 2, 3, 4. Бірақ түсі бөлек пілдердің күресі. Осыны ұмытпаңыздар. Тура D8, тураларды айырбастамау керек, өткен туралар бізге керек болады. Тура B5, тура D2, тураның белсенділігі өте маңызды дүние. A4, G6, енді мына пілдің түсіне сәйкес сіздер деген жел көз ашасыздар. A5, піл G1, F4, H5 және E5. Бұл атақты Капабланка ережесі. Егерде піліңіз ақ болатын болса, онда сарбаздарды қара түске орналастыру керек. Жалпы сарбаздар пілге кедергі жасамау керек. H4, алдық, шах, патша G4, 0, 0, 0. Піл H2, піл F3 және тура D4. Мына жерге шабуыл жасады. 1 және 2. B8 шах, B7 қомағалар қатарына кірдік және мына жерге шабуыл жасады. Шах, бұлай, алдық. Сонымен тура E3, бұл Зигберт Таррыш ережесі, ауыр фигуралар артынан шабуыл жасағанды ұнатады. B4, алдық, A6 және тура E4. Мына жерге шабуыл жасап тұрмыз және мына жерге шабуыл жасап тұрмыз. Патша G3, патша F6, B5, тура B4, патша F3, патша E6, патша E3 және осы жерде өрескел қате. Джеффри Шонгтың рейтингісі 2640 және 2640 адам осындай өрескел қате жіберді. F5 және тура A7 алдық. Шах және патшаның белсендігі де бұл жерде өте керек нәрсе. Бұлай және тура A8. Мына сарбаз әзірше бізге керек емес. Біз болашақта A7, соңген тура E8 шах деген амалды пайдаланамыз. B4, A7, шах, патша H6, тура A4 және патша G6. Бұлай және патша H5, бұлай және тура E8 осымен ойын аяқталды. Көрдіңіздер ме? Мына жерге дейін барлығы бір қалыпты болды. Бұл жерде ең дұрысы F6 деген іс-әрекет болған. Бұл жүрістің ең басты мақсаты мына патшаның мына жаққа келуге ешқандай мүмкіндігі жоқ. Және мына B5-тегі сарбазды бақылауға аласыз. Турамен болатын эншпилде өте мұқият болу керек.